Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Атырауда өткен ұлттық құрылтайда Талдықорғандағы әуе базасына 2 мәрте Кеңес одағының батыры Сергей Луганскийдің есімін беруді ұсынған болатын. Бүгінде 27-де 751 әскери бөлімінде тапсырманы орындау мақсатында бірқатар жұмыстар қолға алынды. Әріптесім Қуаныш Қанатұлы зеңгір көкті бағындырған ұшқыштардың қызметін көріп келді. Талдықорған әуе базасында қызмет ету абыройлы міндет. Себебі әуе қорғаныс күштерінің арасында бұл әскери бөлім үздіктер қатарында. Ақтөбеде әскери институт тамамдаған әрбір ұшқыш алдымен осында шыңдалуды армандайды, мақсат қояды. Солардың бірі Вячеслав Чабанов. Үлкен талаптар қойылады. Денсаулығың мықты болу керек. Сабақты 5 пен 4-ке оқуың керексің. Және де спорт жағынан өте шымыр және өзіңді әрқашанда озатты болып көрсете білуің керек. Әскери бөлім 1970 жыл құрылған. Содан бері мұндағы ұшқыштар еліміздің көк аспанын күзетіп, қазақстандықтардың тыныш ұйқысының кепілі. Қазір мұнда негізінен Су-30СН көп функциялы жойғыш ұшақтар қолданыста. Талдықорған әуе базасындағы бұл жойғыш ұшақтардың аспанда ұрыс жүргізу мүмкіндігі өте зор. Тіпті бір орында қалықтап тұрып та нысаналарды дөп көздей алады. Әскери ұшқыштар әуе кемелерінің мүмкіндіктерін бізге арнайы көрсетті. Екі мәрте Кеңес одағының батыры атанған Сергей Луганскийдің есімін беру туралы ұсынысты әскерилер ерекше ықыласпен қабылдады. Қазір тиісті мекемелермен құжаттарын рәсімдеп жатыр. Жалпы бұл әуе базасында еліміздің басқа да ұшқыштары келіп тәжірибе алмасады. Авиациялық база ұшқыштарынан басқа өңірден, Ақтаудан келіп, Қарағанды, Шымкент әскери базасынан ұшқыштар келіп, осынан өзінің ұшу шеберліктерін шыңдатып жатыр. Әуе базасында оқу жаттығулар үздіксіз өтіп тұрады. Әсіресе ұшқыштар үшін түнгі уақытта және қолайсыз ауа райында әуеге көтеріліп тапсырма орындау маңызды. Қуаныш Қанатұлы, Самат Оразалинов, Қазақстан ұлттық арнасы, Жетісу облысы.